Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте дәмді мороженое дайындайтын боламыз. Құрамына сливки, творожный сыр мүлде қосылмайды. Ең алдымен бізге банан қажет болады. Бананды өзіңіздің үйіңіздегі адам санына қарай жасасаңыздар болады. Мен осы жерде 3 штугын пайдаландым. Бананды жақсылап сыртынан тазалап аласыздар. Тазаланған бананымызды пышақтың көмегімен барлығын турап шығамыз. Бұл бананды қатырып та жасауға болады, қатырмай да осы күйге дайындасаңыздар болады. Барлығын осылай турап алыңыздар, және осындай блендер болса тіптен керемет. Бұндай блендер сізде болмаса, қол блендерін пайдалансаңыз да болады. Дәміне қарай сгущенкамызды қосамыз. Осы кезде мен үлкен ас қасықпен шамамен 3 ас қасықтай қостым. Егер тәтті болғанын қаласаңыз, көптеп қосуға болады. Енді барлығы қалыпқа енгенше блендермен шамамен 10 минуттай жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырған кезде байқасаңыздар, көлемі 2-3 есе ұлғаяды. Және осы кезде өзіңіздің қалауыңыз егер дәмдірек болып, және де шоколадты ұнататын болсаңыз, Қазақстан шоколадын майда етіп қосып жіберуге болады. Ұнатпасаңыз, осы күйде холодильникке салып қойсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Барлығын жақсылап араластырамыз, және бізге осындай дүкендерде арзан түрі болады, сатылады. Стаканды пайдаланатын боламыз. Ешқандай май, су, ешнәрсе жақпаймыз. Құрғақ күйінде осылай мороженемізді толық құйып, және таяғымызды салып, морозильникке кемінде 4-5 сағатқа салып қоямыз. Егер бұндай стакан болмаған жағдайда, үйдегі шұңғыл тарелка немесе кесеге де құйып, морозильникке 4-5 сағатқа салып қоюға болады. Қатқан мороженое осындай болады, және бір стакан қайнап тұрған ыстық суымызға 1-2 минут салып алсаңыздар, ыдысымыздан өте оңай алынатын болады. Өте дәмді, керемет мороженое. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дүкендегі мороженеден қарағанда өте дәмді болып шығады. Және әсемдік ретінде осындай жаңғақ пайдалануға болады. Байқасаңыздар, құрамы тек 2 ғана заттан дайын болады. Тек қана сгущенка мен бананнан. Ал шоколад пен осындай орех ол өзіңіздің қалауыңыз. Қоссаңыз да, қоспасаңыз да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Назерке. Егер менің каналым ұнаса, міндетті түрде төмендегі подписаться батырмасын басып тіркелуді ұмытпаңыз.